саламатсызбы? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 27 қыркүйек 2022 жылы Астана қаласы. Осы жерге келіп тұрған себебім министрліктен алды, мәңгілік ел. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір айтып, бұнда келіп тұрған бауырым біздің Аргун Асқар Нұрмағамбетов бауырымыз келіп, Қарағанды атшабықтап келіп тұр. Соны түсіріп жатқан жағдайымыз бар. Ал, Асеке, өзіңіз бір жаңа. Бұлай болу керек. Неге түсіріп жатсыз? Сізді түсіріп жатқан себебіңіз, Саламатсыз. Ассалаумағалейкум. Алталашым, қасиетті қазақ халқым, Асқар Арғын Баһадүр. Мен өзім айтқандай, кеше күні таңертең Қарағанды қаласынан шыққан болатын. Шыққан себебім, мына орыстардың миллиондап кіріп жатқаны шекарамызда. Бүкіл Саңылаудан 30 пункттан 3 миллион орыс кіріп жатыр. Мынау деген масқара, мынау деген болмайтын нәрсе. Сол себепті мен Астана қаласына келдім. Осы велосипедпен міне. Ары қарай солтүстікке жол жүретін болам. Кеудемді оққа тоссам да мен ана шекараны жабам. Қаптаған орыс бізді басым мына жаққа. Қазағымды пәтерлерден шығарып тастап жатыр міне. Не деген масқара, не деген сұмдық. Айналайын қазақ халқым. Сендер 200 мың төлейсіңдер, бізге ана кірген орыс 500-600 мың төлейді деп қазақтар міне. Пәтерді тапсырады міне. Қазағымды қуып шығып жатыр 5-6 баласы. Не деген сұмдық, не деген масқара. Сол себепті мен осындай талаппен шықтым кеше. Көрдік ме? Түсіріп тұр ма? Оқыды. Закрыть границу. Қарағанды қаласынан шықтым. Ары қарай баратын түрім бар. Мен тоқтамай, біздің батыр бабалар кезінде осы жерді, осы қасиетті қазақ жерін жауларға бастырмаған. А бізде не болып жатыр? Кірген орыс шықпайды қазір. 100 мыңдап, миллиондап. Қазір біздің орыстарды көріп, басқа ұлттың нәсілдері қазақша да білмейді, білгісі де жоқ. Ана кіріп жатқан орыстар бізге өзі жұмыссыздық қазір, қазақ халқы. Қазақ өздері білмейді не істер. Сонда оларды не істемекші миллиондап кіргізіп. Пәтердің жалақының, пәтердің ақшасы көбейді 600-700 мыңға. Бишара қазақ қайда барады? Сорлы қазақтар қайда барады? Өлема, Тоқаев, Назарбаев, сендер не істеп жатсыңдар, депутаттар? Шығыңыздар, мына жерге жауап беріңіздер. Айттыңыздар ғой, біз диалогқа келеміз. Біз еститін, мынау өкімет құрамыз деп, мына Тоқаев. Қазір сайлау істейін деп жатсың, мына Тоқаев. Не істейін деп жатсың сен? Неге олар миллиондап кіреді біздің жерімізге, қасиетті жерімізге? Олардың арасында сепаратист бар ма? Диверсант бар ма? Бір Алла біледі не болып жатқанын. Міне мысалға. Бізді ол алаңдатады. Айналайын депутаттар. Егер сендер мұң мұқтажын ойлап жүрсеңдер, бері қарай шығыңдар, айтыңдар. Міне, қандай саясат, қандай мақсатта сендер оларды кіргізіп жатсыңдар. Міне, мен сұрағым сол. Шекараны жапсын, орыстарды кіргізбесін бізге. Олар ешқандай беженец емес, олар қашып кеткен адамдар. Ол қалмаста саясатпен келген адамдар. Сондықтан да оны адастырып. Тұр, айтайық. У него тут написано «Закрыть границу Российской Федерации» деп тұр. Требуем, талап етеміз деп тұр. Путин кет деп тұр. Мінеки Путин өсі көреті тұр. Мінеки жанымыздан депутаттар өтіп отыр, бірақ үнсіз. Депутаттардың міне жүрген жүрістері мынау міне. Ертеңгі күнін ойламай халықтың міне. Қара халықтың мынау. Осы сарбаздары міне. Осы тиын тебенге жүрген 150 мың теңгесі алатын жалқылар. Не деген сұмдық, не деген масқара. Тоқтатсын. Мен түбегейлі қарсым. Өзі халқымызға жағдай жасап берсін. Анан жарылқамай қойсын. Сен жақындай бермеші. Осылай тұрып жақындамай не халқымыздың жағдайын мұқтажын ойласын. Біз шындықты шыңғыртып айтқан осы елдің қоғамдық қайраткерлеріміз. Біздің қазір алға партия аштық. Оны тіркемейді міне. Болып атқан сұмдық сол. Неге бізге? Асқар Арғын.
Plakatlаса кімге? Қайрат бастайыншы? Жоқ, плакат алып, салып қояқ бүйтіп. Оны шығаруға плакат. Жоқ, шығармайды, қайрат ұстап берді ғой. Біз кіріп шығамыз. Салып қою керек. Салып қою керек вообще. Бізге кіргізген бе? Жоқ, мен кіріп түсіремін. Сен тұрсаң, ұстап тұрсаң. Просто плакатты салып қойса. Плакатсыз. Давай, жарайды, жас. Мінеке, мына жігіттер бізге ұқсат беріп жатыр. Қазақ елім, мінеке, кімнің алдына кіреміз? Кімге кіреміз? Мәжіліс депутаты бізге ұқсат берді. Қазір соған кіріп шығамыз, мінеке, мына жігіттер бізге ұқсат беріп кірсейін деп жатыр. Оған да шүкір, мінеке, қазақтың оянғаны түсінгеніне. Мінеке, мынау біздің жаңағы қазақ Асқар бауырым, Асқар Бахадыр бауырымыз мінеке волонтер болып, мынандай үйде киіп алып түсіне. Той вклад укрепляет единство, дейді, суверенитет Қазақстана, дейді. Мынау шекараны жапсын, дейді. Дұрыс қой? Дұрыс па? Қолдайсыз ба, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Есіміңіз кім болады? Жоқ, түсірмей қой. Есіміңіз кім болады? Тәжігүл апай, сіз шекараны жауға... Конечно, жауы керек. Дұрыс қой, иә? Жақсы. Қолдағаныңызға рахмет. Ол мұсылман болып, дос болса мейлі, ол ертең не істейтінін білмейсің. Иә, рас қой. Онда осы жерде күтетіңіз. Tabii tabii salat sol gibi bize ait mına жігіттер молодец. Жоқ, бұлар тиіп атқан жоқ, қайта кіргізіп жатыр, молодцы. Осылай кіре берсін, артына көрінбейді енді. Енді осылай кіре берсін. Жоқ, кім? Не, Асқар, зачем? Не, Асқар, плакатты возьми, сверни себе. Сейчас жоғалып кетеді ол қазір. Дай осы сюда, дай осы. Жоқ, мен оны нетпеймін. Вот так, Қайрат, сверни. Домолодче, сверни его. Жоқ, сверни, домолодче, блин. Ага, вот так. Еще. Агел. Вот так, теперь спрячь его и все. Давай, Асқар, вперед. Бахадыр, вперед. Қанша үйге салынып жатыр, бір қазақтың бәрі бар жері. Иә. Мен барам? Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет сізге. Қазақ елі, мінеке тағы айтып атқаным рұқсат берді. Мінеке мен, Асқар, жаңа Қайрат үшеуміз осында кіріп келатырмыз. Мынау полицейский жігіт бізді мәжіліс депутаттарына ертіп алып келатыр. Біз қазір мінеке мынау мост бөгеттің үстінде келатырмыз. Мына мәңгілік елдің үстіндегі бөгет қой мынау мінеке. Мәжіліске қарай өтіп баратырмыз. Қарап отқан аха. Мыналар кетіп қалды. Мынаны былай басып қалдым жаңа. Соғалай алып жарым бермейтім. Вот алып жарым берсі. Подожди, Син, не отвлекайся от основной темы. Здесь чего ждешь? Так. Айда, жақынар тез барайық. Что-то ұзақ кетті анығы. Аккуратно візбікті. Нет, посмотри, что он делает. Нет, что он делает? Ладно, потом. Так. Мінеке жетіп та қалдық. Мәжіліс.
Мәжілістікі ма? Иә. Мәжілістікі ме? Скромный. Налево. Түсіріп көрдім. Прямой эфир жүріп бердім. Мәжіліс алдына келдім. Қазақ халқы біз депутаттарға жолығатын болдық. Депутаттар келісім берді. Mına jер tüm uzaq ekan. Әрі келатырмыз. Senat parlamenti deydi. Mına senat bu. Mına senat parlamenti birek. Nereden ötküz? Biz meclisке келатырмыз. Meclis parlamentine. Mına Қазақстан Республикасы парламенттің мәжілісі дейді. Мәжіліс парламенті Республика Қазақстан дейді. Неке мынандай офисіға. Көрініп жатыр ма сізге, құрметті халық? Жөтен демей қалдыңыздарға. Арман. Қайырлы күн баршаңызға, мында қарап қолдап атқан халқым. Мінеки біз мәжіліске келіп жеттік. Мінеки Қазақстан Республикасы парламенттің мәжілісі дейді. Екінші корпусы мінеки келіп жеттік. Асқар бауырым, бірден айтасың ба? Кіреді қалды. Жақындай берсей, экранға жақындай береді, мен өтсен өте жақындай ба? Осы жасай? Что видно было? Парламент. Я, көрініп тұр. Қазақстан мемлекетінің. Қазір депутаттармен сөйлесетін боламыз. Жаңағы мән-жайды шекара неге жабылмай тұр? Миллиондаған орыс неге кіріп жатыр? Сол сұрақтарды қоятын боламыз. Енді уақытша біз қазір мынау эфирді тоқтата тұратын боламыз. Жақсы. Көне іште ғана түсіретін боламыз. Жақсы. Сондықтан да хабарда болыңыздар. Кеттік. Мына жаққа ма? Кіргенде тоқтатамыз? Кіргенде тоқтатамыз. Мына жерден тағы өтіп кеттік. Екінші корпусты. Құрметті қауым, мына жаңа екінші корпустан бізді мына жаққа сілтеп жүрді. Енді мынау мәжіліс қоғамды қабылдауы дейді. Осында кіргізіп келатыр. Алып келатыр. Маған осы жерде соткыңды сөндір, ішке кірмейсің дейді. Мен уақытша сөндіре тұрам, менді айтпаса кіргізбейтін болады мені. Әлде кіре берем бұсылай? Ішке кіріп сөндіре ме?